Сәлеметсіздер ме? Түркістан облысы Сарыағаш ауданы номері 72-ші жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ағабекова Күләш Махамбетовнаның бүгінгі конференцияға ұсынатын тақырыбы Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі рухани құндылықтар көрінісі. Мақаланың жалпы сипаттамасы. Ыбырай Алтынсарин есімі қазақ балалары үшін мектеп ашқан ұлы ағартушы, аудармашы ретінде ғана емес, қазақ жазба әдебиеті тарихында тұңғыш прозаик ретінде де белгілі. Мазмұны жағынан Ыбырай әңгімелері жас ұрпақты мейірімділік, адалдық, ізеттілік, ақылдылық пен білімділік сияқты құндылықтарға баулиды. Өзектілігі бүгінгі қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі адами құндылықтарды сақтау. Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі рухани адамгершілік тақырыптары әрбір жасты алға жетелейтін, еліміздің өркендеуіне үлес қосатын тұлға қалыптастырудың кепілі. Мақсаты: Ыбырай Алтынсарин әңгімелері арқылы оқушылардың бойында рухани адамгершілік моральдық ережелерді орындайтын мінез дағдыларын қалыптастыру. Міндеттері: оқушының санасына, мінезіндегі кемшіліктерін көре отырып, өзін рухани адамгершілік үлгісі ретінде салыстыру жағдайын қалыптастыру. Ыбырай әңгімелері арқылы жастарға адамгершілік құндылықтарды таныту. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі. Ыбырай Алтынсарин. Рухани адамгершілік тәрбиесі дегеніміз оқушылардың бойында мінез-құлықтың белгілі бір сипаттарын қалыптастыру және оларға өздерінің бір-біріне, жанұясына, басқа адамдарға, отанға, мемлекетке деген қатынасын анықтайтын мінез нормалары мен ережелері. Адамгершілік мәдениетін тәрбиелеу мен ізгілендіру үшін әдебиеттің маңызы зор. Ыбырай Алтынсариннің шығармаларын оқи отырып, ол өз заманының беталысын анық аңғарғанын, халық өмірін жаңа арнаға салуда білім мен тәрбие мәселесі қатар жүру керектігіне назар аударғанын көруге болады. Ыбырай әңгімелерінің негізгі қайнары халық тұрмысынан алынған. Тақырыптары еңбек, адамды сүйе білу, кішіпейілділік, қарапайымдылық, үлкенді сыйлау, жолдасты қадірлеу, тағы басқа. Бұл мәселелер Ыбырай Алтынсарин педагогикалық идеяларының озық сипатын танытады. Ыбырай Алтынсарин шығармаларының басты тақырыбы еңбек. Ол еңбек адам өмірі үшін ерекше маңызды рөл атқарады. Еңбексіз өнер де, білім де қолға келмейді деп, тәрбие негізі адал еңбекте деп тұжырым жасайды. Оның бұл тақырыпта жазған көптеген әңгімелері бар. Мысалы, өрмекші құмырсқа қарлығаш, бай баласы мен жарлы баласы, Қыпшақ Сейітқұл, Атымтай Жомарт, тағы басқа. Ыбырай Алтынсарин шығармаларындағы адамгершілік құралы ата-ана үлгісі. Сонымен қатар, жазушының бір топ әңгімелері адамгершілік тәрбие мәселесіне жазылған. Адамзат баласы шыр етіп жерге түскеннен бастап, ата-ананың аялы алақаны мен ыстық ықыласына бөленіп өсетіні белгілі. Ата-ана баласына небір асыл қасиеттерді үйретіп, жақсы азамат болуын тілейді және үміттенеді. Бұл тақырыпта да жазған Ыбырай шығармалары бар. Мысалы, асыл шөп, бақша ағаштары, таза бұлақ, әке мен бала, тағы басқа. Мысалы, өзінің бақша ағаштары деп аталатын әңгімесінде әкесі баласына қисық өскен ағашты көрсете жүріп ақыл айтады. Келесі бір жерде ол өзінің осы ойын толықтыра түсіп, дұрыс тәрбиенің маңызын баса көрсетеді. Әрбір іс деп жазады ол. Бастан түзу бола келмесе, түбінде түзелуі қиын болады. Ыбырай Алтынсарин жастарды уақытты босқа өткізуден және жалқаулыққа салынудан сақтануға шақырды. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы еңбек пен ата-ана үлгісі екенін айтады. Мектеп бағдарламасында Ыбырай Алтынсариннің бірнеше әңгімелері берілген. Оның қай әңгімесінің болса да, баланың рухани адамгершілік құндылықтарын қалыптастыруға әсері мол. Кейбір әңгімелерін оқытуда келесі әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, өз бетімен қорытынды жасауға бағыттау арқылы оқушының бойындағы құндылықтарды жарыққа шығара аламыз. Мысалы, Ыбырай Алтынсариннің бақша ағаштары әңгімесін оқыту барысында рухани құндылықтарды басшылыққа алу арқылы оларды өз бетімен қорытынды жасауға бағыттай аламыз. Әңгіменің ғибраттық мәнін ашамыз. Келесі тапсырмада әңгімені оқып шығып, екі ағаш бойындағы қарама қайшылықтарды кестеге жазамыз.
Қисық ағашпен түзу ағаштың белгілерін кестеге жаза отырып, ондағы астарлы ойды аңғартамыз. Нәтижесінде отбасындағы әкенің, баланың міндетіне байланысты құндылықтарға қатысты қайырымдылық, қамқорлық, адалдық, жауапкершілік қасиеттерінің мәнін ашып, олардың отбасылық қарым-қатынастардағы рөлі жөнінде қорытынды жасайды. Абырай Алтынсариннің атымтай жомарт әңгімесін оқыту барысында келесі тапсырманы ұсынуға болады. Тапсырманың мақсаты оқушыларға өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі жетілдіру ұғымдарын күнделікті өмірде іске асыруға жағдай жасау. Бірінші тапсырма: берілген құндылықтарға қатысты шығармадан бірнеше эпизодты анықтаңдар. Оқушылар бұл тапсырма барысында мәтіннен еңбексүйгіштік, қанағатшылдық сияқты эпизодтардың көрініс табатын тұсын тауып өмірмен байланыстырады, қорытынды жасайды. Нәтижесінде оқушылар өмірде адамға жақсы мен жаманды ажырата біліп, түрлі жағдайда үйлесімділік сақтау оңай іс емес екендігін түсінеді. Мысалы, бір адам аса жомарт бола тұра, оның сол жомарттығы дарақылыққа, ысырапқа апаруы мүмкін. Немесе аса үнемшіл, ұқыпты боламын деп жүріп, сараңдыққа бой алдыруы да ықтимал. Батыр, қаһарман болуы мүмкін. Бірақ бұл қасиеттің де өз арнасынан шығып, алдатын аңдамайтын, бірбеткейлікке, қатыгездікке ұласуы да ғажап емес. Сондықтан олардың ара жігін ашып, ажырата біліп, үйлесімділік сақтау аса маңызды қасиет. Ыбырай әңгімелері арқылы оқушы бойында орнығатын қасиеттер: өзіндік рухани адамгершілік кемелденуге талпынады, ортамен дұрыс қарым-қатынас орнатуға дағдыланады, өмірлік дағды қалыптастыруға бағыт алады. Ыбырай Алтынсарин әңгімелеріндегі рухани құндылықтар мәселесі арада бірнеше ұрпақтың өткеніне қарамастан, уақыт өткен сайын биіктеп, мән-мағынасы мен қадір-қасиеті арта түсуде. Әдебиетіміздің тарихында Ыбырай Алтынсарин санаулы саңлақтардың бірі болып қала бермек.